Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен бірге Таңшолпан. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап отырыңыздар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді шоколадный креммен блини торт жасайтын боламыз. Ол үшін бізге блиниді дайындап аламыз. Ең алдымен жұмыртқаны, 3 жұмыртқаны ыдысымызға жарып саламыз. Үстінен құмшекерді саламыз. Ұнды қосып, жақсылап араластырып аламыз миксермен. Кейін қамық болмау үшін үстіне сүт құямыз. Менде 500 грамдай сүт қостым. Жақсылап миксерлейміз. Үстіне сұйық майымызды қосамыз, шым-шым тұз қосамыз. Осындай масса болып шығу керек. Егер сұйық болып жатса, тағы да не қойсаңыздар болады, ұн қоссаңыздар болады. Табамызды майлаймыз және екі жағын аударып, осылай пісіріп аламыз. Барлық блиніміз пісіріп аламыз. 33% сливкиді миксермен жақсылап қойылғанша миксерлеп аламыз және ерітілген шоколадты, бөлме температурасында шоколадты қосып, бір келкі болғанша, шоколадный масса шыққанша жақсылап миксерлейміз. Блиниді, 4 блиниді осылай қойып аламыз және қалған блиниді жан-жағын пышақпен аккуратный кесіп аламыз. Бірінші блиниді қоямыз, үстінен крем жағамыз, осылай барлығын жасап шығамыз. Блинидің жан-жағын кесіп алуды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Кәдімгі шоколадный нотка, шоколадный мороженыйға ұқсайды дәмі. Жасап көруге кеңес беремін. Енді қалған блинидің барлығын осылай жан-жағына жағып кремімізді осылай ораймыз. Және де бір блиниді алып қалып, бетіне осылай жабыстырып қоямыз. Сахарный пудра өзіңіздің қалауыңыз бойынша әрлей бересіз. Мен шоколадты осылай жасап, видеодағыдай сахарный пудра септім. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Сіздермен бірге Таңшолпан. Менің каналыма тіркелуді ұмытпа.